Сәлем достар, YouTube'да қарапайым экономика. Қосымша құн салығы ел азаматтары үшін ең түсініксіз әрі қиын салық түрі. Жылжымайтын мүлік, яғни үй, жер салығы мен көлік салығы түсінікті, ал барлық басқа тауарға салынған қосымша құн салығы деген не? Анығында қосымша құн салығын түсіндіру оңай. Мысалға, компания Print футболкаға сурет салып сатумен айналысады. Ол таза ақ футболканы А компаниясынан алады, мысалға 500 теңгеге. Алайда ол тек тауарға ғана емес, мемлекетке де қосымша құн салығын төлейді. Ол бізде 20% деп алайық, яғни қосымша плюс 100 теңге, сонымен 600 теңгеге алды. Бірақ тауардың өз құны қосымша құн салығынсыз 500 теңге. Компания Print футболкаға сурет салды, барлық шығыны мен өз пайдасын қосып, оны 1000 теңгеге сатпақшы. Алайда сатып алушы қолына чек алғанда 1200 теңге төлейді. Чекте тауар құны 1000 теңге плюс қосымша құн салығы 20%, яғни 1200 теңге деген жазу болады. Яғни 200 теңге қосымша құн салығы. Ой, не болып кетті? Қосымша құн салығын тек қосылған құнына ғана төлейді емес пе деп ойласаңыз, онда жарайсыз. Яғни Print компаниясы тауар үстіне қосқан 500 теңгенің 20%-ін, яғни 100 теңге салық төлейді. Ал қалған 100 теңгесін НДС, яғни қосымша құн салығын есеп қисабында А компаниясынан алғандығын көрсетеді. Сонда мемлекет 20% салықты, біздің мысалда ол 200 теңге бәрібір алады. Тек оның бір бөлігін А компаниясы, бір бөлігін Б компаниясы төлейді. Түптеп келгенде қосымша құн салығы тұтынушы, яғни қарапайым халықтың қалтасынан төленеді. Қазақстан Республикасының заңнамасында жеңілдік берілген тауарлардан басқа, яғни дәрі-дәрмек сияқты басқа тауарларға қосымша құн салығы төленеді. Сіз ойлап көрдіңіз бе, неге ірі сауда желілерінде баға 999 теңге деген цифрамен аяқталады? Мысалға, ұялы телефон 99.990 теңге, немесе ноутбук 149.990 теңге деген сияқты. Кейбір азаматтар бұл халықтың, яғни адамдардың санасына арзан тауар етіп көрсету эффектісін береді деп ойлайды. Алайда бұл мүлдем олай емес. Бұл азаматтар үшін емес, салық комитеті үшін құрылған айла. Гәп сонда, егер компанияның қосатын қосымша құны белгілі бір межеден асса, заң бойынша жоғарғы ставкамен, яғни көбірек салық төлейді. Яғни ұялы телефонды 100 000 теңгеге сатса жоғары ставкамен, ал 99.999 теңгеге сатса төменгі ставкамен төлейді. Бұл алаяқтық немесе заң бұзушылық емес. Бұл мүмкіндікті орайлы пайдалану. Сіздер де өз мүмкіндіктеріңізді орайлы пайдаланып, қарапайым экономика арнасына тіркеліңіз. Сонда сіз біздің жаңа видеоларымызды жіберіп алмайсыз. Видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, WhatsApp пен Telegram желілерінде достарыңызға, таныс туғандарыңызға жіберіңіздер. Олар да экономикалық сауатты, бай, қуатты болсын. Сау болыңыздар.